Үшінші сабақ. Where is it? Сабақтың жаңа сөздерімен таныс болайық. Doll, Қуыршақ, kite, батпырауық, robot, робот, ball, доп, teddy bear, аю. Ағылшынша бір заттың қайда тұрғанын сұрау үшін where is it сұраулы сөйлемін қолданамыз. Төрт бұрыштың ішінде берілген сұраулы сөйлемге қарайық. Where is the doll? On the desk. Қуыршақ қайда? Партаның үстінде. Жетінші тапсырма. Circle 6 differences in picture B. B суретіндегі 6 айырмашылықты дөңгелектеңіз. Біріншісі. Where is the kite? Батпырауық қайда? Батпырауық шкафтың үстінде. On the cupboard. Where is the ball? Under the bed. Доп қайда? Кереуеттің астында. Үшінші. Where is the bike? On the bed. Велосипед қайда? Кереуеттің үстінде. Төртінші. Where is the teddy bear? Аю қайда? Under the chair. Орындықтың астында. Бесінші. Where is the robot? Робот қайда? On the desk. Партаның үстінде. Алтыншы. Where is the doll? Қуыршақ қайда? Under the desk. Партаның астында. Сендермен 6 айырмашылықты таптық. Келесі тапсырма. 8. Sing the my toys song. Менің ойыншықтарым әнін айтайық. Let's sing. I've got a doll, I've got a bike, I've got a doll and I've got a kite. I've got lots and lots of toys, come and play with me. I've got a car, I've got a plane, I've got a car and I've got a train. I've got lots and lots of toys, come and play with me. 9-шы тапсырма. Let's listen. Тыңдаңыз. Қазір мен сендерге оқып, аударып беремін, сосын тағы бір рет тыңдаймыз. Бірінші сурет. Look at my room, Andy. Менің бөлмеме қара, Andy. Wow. Мәссаған. Екінші сурет. I've got a lot of toys. Менде көп ойыншықтар бар. Үшінші сурет. I've got a doll and I've got a car. Менде қуыршақ бар және көлік бар. Төртінші сурет. And look, I've got a pink bike too. Және қара, менде қызғылт велосипед те бар.
Let's watch. Look at my room, Andy. Wow! I've got a lot of toys. I've got a doll and I've got a car. Oh! And look, I've got a pink bike too. Huh? 10-шы тапсырма. Answer the question. Сұраққа жауап бер. What toys has Lily got? Лилида қандай ойыншықтар бар? Лилида қуыршақ, көлік, велосипед бар. Оларды ағылшынша қалай айтамыз? A doll, қуыршақ, a car, көлік, a bike, велосипед. Activity book 3-ші тапсырма. In бір заттың ішінде, on бір заттың үстінде, under бір заттың астында. Look, read and answer. Суретке қараймыз, оқимыз және де сұрақтарға жауап береміз. Біріншісі, where is the doll? Қуыршақ қайда? Суреттен қуыршақты табамыз. Велосипедтің үстінде. On the bike. Екіншісі, where is the kite? Батпырау қайда? Батпырауды іздейміз. Ол кереуеттің астында, яғни under the bed. Үшінші, where is the robot? Робот қайда? Шкафтың ішінде. In the cupboard. Төртінші, where is the ball? Допты қараймыз. Ол орындықтың үстінде. On the chair. Бесіншісі, where is the teddy bear? Аю қайда? Партаның астында. Under the desk. Келесі тапсырма. Read and draw. Оқыңыз және сызыңыз. Бірінші суретте. There is a ball on the desk. Доп партаның үстінде. Келесі тапсырма. Read and draw. 3 сурет сызуымыз керек. Біріншісі. There is a ball on the desk. Партаның үстінде доп бар. Екіншісі. There is a boat under the chair. Орындықтың астында қайық бар. Үшіншісі. There is a book in the school bag. Сөмкенің ішінде кітап бар.